Патшалық отарлау саясаты кезінде киргиз аталып кеткен халқымыздың қазақ деген атын қайтып алғанына 90 жыл толды. Яғни Ақмешіт қаласында 1925 жылы 19 сәуірде Жалау Мыңбаев қол қойған құжат негізінде Қырғыз автономиялы республикасы аталып келген еліміз Қазақ республикасы болып өзгертілді. Бұл кадрлар сол съездің нақты кинохроникасы. Бірнеше күнге созылған съезде Ахмет Байтұрсынұлы, Сұлтанбек Қожанов бастаған ұлт қайраткерлері ауданды ұлтымыздың, әруақты жұртымыздың өз атауын қалпына келтіретін уақыт жетті деп сөз сөйлеп, республика аты өзгертілді. Бұған қоса Орынбордан Астанаға Ақмешітке көшірілген соң сол қаулымен қала атауы да Қызылорда деп өзгертілді. Тарихшы Қазірет Тұрсынның жазуынша Қызылорда деген атаудың идея авторы Қоңырқұлжа Қожықов. Алайда кей деректерде басқаша кездеседі екен. Қызылорда болған дұрыс шығар деген жай сөз айтылған тамақ кезінде. Ал енді сол тамақтан соң барып сессияның советтердің съезін жалғасы болады. Сол кезде Сұлтанбек Қожанов ұсынысты айтып келіп келеді. Біз Ақмешітті Қызылордаға өзгертейік деп. Сонда халық шулап қолдап кетеді, сонда Қызылордаға кеткен.